Ресейге қарсы санкциялар еліміздің ауыл шаруашылық саласының өркендеуіне оң ықпалын тигізеді. Мәселен, көрші елдің импортқа қатысты шектеу қоюы бізден тасымалданатын сиыр еті көлемін 6 есеге көбейтеді. Жазалау шаралары Мәскеудің жан-жағынан, жан алқымынан алды. Ашкөздікпен Қырымға, Украинаға ауыз салған Кремльдің аяғын аспаннан келтірді. Алысы Америка, берісі Еуропа қамшылай бастады. Ізін жалғай Австралия, Норвегия сынды бірсыпыра мемлекет әлді Ресейдің әлек-шәлегін шығарып, басын тұқырайтып, еңсесін түсіруге де дайын. Жағдайы мәз емес Мәскеу шектен шыққаны қарамастан импортты шектеп отыр. Басқасы бөлек, батыс батырып бағын буындыруда. Осы тұрғыда қазақ елінің экспорты артпақшы. Экономистердің пайымынша теріскейде қоңсылас орналасқан ел Қазақстаннан қажетін алады. Любой минус, да, мы должны использовать плюс. Бұл дағдарыстың ұтымды тұстарында пайдалануға болады. Қазақстанның бұл шиеленіскен жағдайға қатысы жоқ. Сондықтан еліміз Ресейдің жыртығын жамап отыруға атсалыса алады. Менің ойымша бұны шенділер жіті назарға алуы тиіс. Яғни кез келген тасымалды мемлекетіміз арқылы Мәскеуге жіберу шарасын алдын ала ойластырып қою керек. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов те осындай пікірде. Ресей мен Батыс арасындағы қарама-қайшы санкциялардан Қазақстанның ұтар тұсы болатынын жоққа шығармайды. Қазіргі жағдай осы пайданың мүмкіншілігін тағы да күшейтіп отыр. Өйткені қазір Ресей көптеген мемлекеттермен келетін азық-түліктің тауарларына тыйым салып отыр. Ал ол 140 миллион халқы бар үлкен елге тамақ керек. Сондықтан осы тамақ саласына бәрі болмаса да кейбір әсіресе ет, сүт, мынау жеміс, жидек жағынан біз атсалысуымызға қазір барлық мүмкіншілік бар. Яғни Ресейдің сазайын тартқызатын санкциялар отандық ауыл шаруашылық саласының дамуына ықпал етеді. Осылайша Ресейге сиыр етін тасымалдау көлемі ұлғаятын түрі бар. Айта кетсек, Қазақстан Ресейге биыл 10 мың тонна жеткізсе, 2016 жыл бұл көрсеткішті 6 есеге арттырмақшы. Кәрі құрлық сарапшылары санап та үлгерді. Айтуларынша, Ресейдің импортқа қатысты шектеу қоюы салдарынан Еуроодақ мемлекеттері 12 миллиард еуроға дейінгі қаражаттан қағылуы мүмкін. Батыстың Ресейге экспорттайтын азық-түлік өнімдері 10% құрайтын көрінеді. Бұл санкциялар неміс нарығына әсер етуі мүмкін, алайда сезілмеуі де мүмкін. Ресей соңғы жылдары тұрақсыз әріптес болды. Соның салдарынан ет пен сүт өнімдерін тасымалдау көлемі төмендеді. Қараға қызық кәсіпкерлерге қызарақтаған сәт бол. Кәрі құрлық мемлекеттерінде отандық өнімнің бағасы арзандап тұрғындарға қуаныш сыйлағанмен кәсіпкерлерді қынжылтып отыр. Бірқатар өндіріс орындары шығынға батары сөзсіз. Ал Ресей шыбын құрлы көрмегенімен қазір санкциялардың салқыны тигені белгілі. Уақыт өте оның ызғары қарып түсуі әбден мүмкін. Қысқасы, Украинада шиеленіскен жағдаймен Ресейге қарсы санкциялар Қазақстанға зиян тигізбейді. Мамандардың пікірі осындай. Тіпті еліміздің дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне кедергі бола алмайды. Қайырбек Желбекұлы, Нұрбол Сазабеков, Алматы телеарнасы.